көшбасшылық жолдың негізгі тетіктерін айтып кеткен сияқты өздеріңіздің тәжірибелеріңізге алған боларсыздар. Келесі біздің спикеріміз номер 6 жалпы білім беретін мектептің директоры Сулейменов Радбек Балтинович. Басшының дизайн ойлауы. Яғни бұл да бір ерекше бір спикердің сөз болмақ. Сондықтан мұқият тыңдап отырсақ, тайм менеджментті сақтауды ешқашан мен істеген. Сондықтан тайм менеджментті сақтайды. 12 минут арасында енді 2 минут қосып берейік болыңыз. Я свою чиновность использовал. Жалпы басшының тайм менеджментті сақтауымыз сейсақ осы 10 минутке Светлана көреміз. 2 минутты запасқа алып отырмыз. Құрметті әріптестер, баршаларыңызды көргеніңізге қуаныштымын. Қайырлы күн. Әріптестер, осы бүгінгі өңірлік ғылыми практикалық конференцияға қатысушылар, менің баяндамамда оқу процесін басқаруда басшының ойлауы өзекті ме? Осы сұрақты қойып отырмын. Жалпы мәселелі сұрақ. Жалпы келетін болсақ, бүгінгі білім беруде қаншама талаптар, сұраныстар көп. Оны өзіміз сөзімізбен айтатын болсақ, қазір оқушылардың алған білімді өмірде қолдана алу, функционал сауаттылық дейміз, тәрбиелі құндылықтарды бойына сіңірген тұлғаны көргіміз келеді. Жалпы осы жерде қандай сұрақ қойғым келеді? Осындай оқушыларды, өмірге дайын оқушыларды, өмір сүруге қабілетті оқушыларды дайындауда мұғалімдер не істеу керек? Заманға сай? Техниканы тіліндірген, технологияны тіліндірген, осындай біз оқушыларымызды, тұлғаларымызды көре аламыз. Жалпы, осы жерден ойлағаным, қазір оқушыларды өзіміз кезімізде оқыған оқушы кезіміздегі еске алатын болсақ, қазіргі 21 ғасырдағы оқушылардың қарайтын болсақ, ол балалардың дағдыларын дамыту керек деп ойлаймын. Оның ішіндегі дағдылар біздің айтуға soft skills, яғни икемді дағдылар. Енді осы hard skills, soft skills'ті сараптай келе, hard skills. Енді барлық адамдарда бар, бірақ ол мектепте оқиды, немесе колледжде оқиды, немесе жоғары оқу орнында білім алады, жақсы маман болады, білімді алып жатыр. Бірақ осы өмір сүруге бейім ба осы балаларымыз, осы жастарымыз. Енді жалпы soft skills'ті мен зерттеу мақсатында қарап шықтым. Халықаралық зерттеулер нәтижелері жалпы батыстың немесе Англияның ғалымдарының зерттеулері өте адамдарға идея, ой береді. Гарвард университеті және Стэнфорд зерттеу институтының зерттеу нәтижелері soft skills, яғни икемді дағдылар меңгерген адамдар 85% өмір сүруге қабілетті болады екен. Ал hard skills, қатаң дағдылар меңгерген адамдар 15% өмір сүруге қабілетті болады екен. Енді осы жерден түйіндейтін ой, бірнеше, яғни дипломды алса да, мысалы бірнеше мамандық меңгерсе де, бірақ өмір сүруге бейімдей алмайтын кейбір ересек адамдарда көреміз, социумға да кіре алмайды. Сондықтан да осы жерде оқушылардың осы айтылған дағдыларды қалай меңгертеміз, мектеп не істей алады? Осының ішінде ойластырып, жалпы бұл құнды дағдылар, икемді дағдылар. Топта жұмыс жасай алу, шешім қабылдай алу, мәселе шешу қабілеті, ұйымдағы одан тыс адамдармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі, жоспарлау, ұйымдастыру, ақпаратты іздеу, өңдеу. Біз балаларға қалай үйретеміз осы дағдыларды деген сұрақта, енді бұл жерде мектептің жүрегі, осы балаларға білім беретін мұғалім осы дағдыларды игеру керек деген ойға келді. Және оны қалай іске асыруға болады, неге, қандай алгоритм бар, қандай жүйе бар, осыны ойластыра келіп, өйткені бізде оқушылардың кез келген ортаға бейімделіп, командалық жұмыста мұғалімдеріміз қалай үйрете алады, осыны ойластырып, қандай әдістер бар. Сөйтіп жүргенімде бір курс болды. Жан басына қаржыландырудағы инновациялық менеджмент деген.
сол курсқа жазылдым. Осы Майқұдықтағы 36 мектепте болды, барды, қарап тыңдап отырмын. Енді өзінде жалпы педагогиканы, методиканы біраз егжей-тегжейлі қарастырып, тәжірибеде сынап көріп жүрген адам, қандай нәтиже бар, қандай жаңалықтар бар деп іздестіргенімде келесі дизайн ойлау деген бір тәсіл көзіме түсті. Дизайн ойлау. Ол қандай ойлау? Енді барлықтарыңыз, енді мен бұл жерде ешқандай бір жаңалық ашайын деп отырған жоқ. Ол барлықтарыңыз тәжірибелеріңізде бар. Бірақ басшы болғаннан кейін біз қалай ойлау керек, не істеп жатырмыз, неден бастағанымыз дұрыс деген сұрақтарды көп қоямыз. Ол 2022 жылы болды. Осы дизайн ойлау, осы туралы сіздерге бір сұрақ келесі. Қалай түсінесіздер дизайн деген сөзді? Немен байланыстыра аласыздар? Қандай ассоциация жасай аласыздар? Үйлестіру, құрастыру дедіңіз? Жайлылық қалыптастыру. Жайлылық қалыптастыру. Өте тамаша айтасыз, ойларыңыз. Жалпы дизайн, бір әсемдікті құрастырып шығару, бір макет жасап шығару. Осы дизайн ойлау тәсілді кішкене зерттеп, осы өзімнің тәжірибемде енгізуге тырыстым. Келесі слайдты көре өтеміз. Жалпы шығу тарихына біраз көз жүгірттім. Бұл енді батыс мемлекеті, Англия сол 69 жылы зерттеп тастаған екен. Жасанды ғылымдар кітабында қаншама зерттеуден содан кейін Калифорнияға келген екен. Бұл тек қана білім саласында ғана емес, инженерлік салада бірнеше идеяларды, яғни генерация жасап, соның ішіндегі бір тиімді дүниелерді бір нәтижеге әкелу екен. Келесі слайдты бере берсеңіз. Дизайн ойлау бизнес және инженерлік салада жүреді, және білім беру салаларында. Осы жерден мен жаңа ойлап отырған оқушылардың soft skills икемді дағдыларын қалай дамытам? Мұғалімдер ол дағдылар дамыту үшін өздеріне сол дағдыны игеру керек. Осыны мен қарап отырмын, мына жерде идеалы жүретін болса, ол идеялардың барлығы мектептің өзінің даму мақсатына, үлкен миссиясына қарай жұмыс жасайтын болса, мен осы бір жақсы жүйені, тәсілді өзіме алдым. Енді мына жерде бірінші алына ол жерде үлкен мектептерді ашып тастаған екен. Яғни дискул деп мектептерді ол 5 кезеңге бөліп қарастырады. Мен осы 5 кезеңді, әрбір кезеңді қарай отырып, мұғалімдермен жұмыс жасау барысында қолдандым. Бірінші эмпатия. Бұл да үлкен құндылық. Эмпатия. Яғни бір дүниеге бір затты бастаса, жан тәнмен, сол жанашырлықпен кіріспейтін болса, одан ештеңе өнбейтін өздеріңіз білесіздер. Яғни адамдарға бағытталған дизайн процесінің орталығы, енді эмпатияны біліп отырсыздар, апатия шетте жүретін. Әрине, ол біз ұжым болғаннан кейін барлығы эмпатияға мен мұғалімдерді жанашырлыққа әкеліп айта алмаймын. Бірақ барлығы осы аймақта жұмыс жасап жатырмыз. Эмпатиядан кейін, апатиядан кейін эмпатия, симпатия, яғни сенімділік. Яғни сенімділік қарым-қатынас сіздің командалық жұмысыңыздың бір тетігі болып табылады. Осы бірінші орында болу керек, бірінші кезеңде. Екінші эмпатияны өздеріңіз білесіздер, ол жүрегі мен жаны эмпатия, шын жанашырлық таныту. Келесі фокус. Енді осы келесі кезеңге көшпес бұрын, жалпы мен жаңа оқушылардың soft skills дағдыларын қалай дамытамын, осы жағдайда мектебімізде ойлап не істеу керек. Яғни клубтарды ашу керек, және үйірмелер көп ашу керек. Өздеріңіз біз жалпы беретін мектеппіз, варенти компонентті қатты көп сағатымыз жоқ. Десек те мұғалімдерге түсіндіріп айттым, сіздердің бір шығармашылықпен жұмыс жасауымыз керек. Бір клубтарды ашсаңыздар деп. Сонымен ойластырып, ағылшын тіл патриотикалық клубын ашып қойдық. Орыс тілін меңгердік.
яғни мюзикл жанрындағы оған бір клуб ашып қойдық. Тағы да осындай бірнеше клубтарды аштық. Дебат клубы бар, оқу оқушылар мектеп клубы жобасы бар. Осы бірнеше жобалар жасадық. Енді осы балалардың икемді дағдыларын дамытуға бағыттау мақсатында. Фокус келесі кезек. Фокус дегенде енді өздеріңіз білесіздер, мысалы алдыңызға картаны алып жайып жіберсе, ең бірінші сіздің назарыңыз қайда түседі? Қазақстанға түседі. Қазақстанның ортасындағы Қарағандыға түседі, немесе Астанаға түседі. Сондықтан да сіздің фокусыңыз осы аталған іс-әрекеттердің барлығы сіздің мектептің миссиясына жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Біздің мектептің миссиясы интеллектуалдық серпіліске дайын, кемел ұрпақ дайындау. Осы бағытта барлық фокустар, өйткені бір шара болып күйінде қалмау керек. Ол шара, оның бір мақсатты түрде өткені сіз назардан тыс қалдырмауыңыз керек деп ойлаймын. Жалпы фокус, бірнеше фокустар болады мақсаттар. Жаңағы біз бұлай жасайық, бірақ сол фокустардың ішінде сіз үнемі назарыңызды мектептің мақсаты мен миссиясымен үнемі байланыстырып отырғаныңыз дұрыс. Одан кейін идеялар генерациясы. Бірнеше идеялар келеді. Идеялар. Біз бұлай жасайық. Жаңа айтып отырған оқушылардың бойында икемді дағдылар қалай дамытамыз, не істей аламыз. Мысалға алатын болсақ, сіздердегі біртұтас тәрбие бағдарламасында құндылықты мен қалай тәжірибеде көріп, ар-ұятты қалай мен балаларға үйретем, немесе азаматтық ұлттық мүдде деген не? Осы жерде идеяларды. Бұл жерде кең мүмкіндіктер қарастыра аласыздар. Келесі енді құралдарды. Енді бодисторминг, майндмеппинг, скетчтер. Енді бұл енді ағылшынның шаралары, ол сіздердің шараларыңызда бар. Яғни бұл жерде айтып отырғаны визуалды түрде жасау, жаңа жерде жобалар жасау, немесе балалар өздерінің жасаған жұмыстары диктофонға немесе видеоға түсіріп алып қайтадан қарап айналып келіп, жаңа идеялар қосып өңдеуде өте жақсы жасалатын тәсіл. Майндмеппинг қазір айтып өтем, скетчтер бұл қысқа ғана жаңағы бір қойылымдар, көріністер осыны құрал ретінде қолдануға болады. Келесі, біз енді қазір барлығы атын жасы меңгеріп жатырмыз ғой. Осы жерде Google таблицалар бар, соның ішінде мынандай бір мидмап, интеллект картасын жасауға болады. Мысалы, бір кездесу жоспарын жасадыңыз ба? Бір тұлғамен кездестірдіңіз. Жаңа өнегелі өмір жобасы аясында ма? Оның бағдарламасын құру, идеялар жинастыру. Кім қарсы алады, қай жерде өтеді, нешеде өтеді, қанша уақыт жұмсалады. Осы жерде бірнеше идеяларды интеллект картасы арқылы топтастырып шығуыңызға болады. Ол үнемі сізге жеңіл, өйткені сіз байқап отырасыз, кімдер қарсы алады, әр жердегі негізгі кездесуді осы жерде ұйымдастырамыз, орны осындай, барлығын сіз бақылап отырасыз. Бұл жерде интеллект картасы, сіздер осы картаны жасап тастасаңыздар, өздеріңізге өте ыңғайлы болады. Енді бір жасаған кездесудің жоспары. Келесі кезең прототиптер құру. 5-ші кезең прототиптер құру. Прототиптер құру. Мен жаңа бірнеше клубтарды аштық. Енді клубтардың ішінде PBL жобасы бар бізде. Сол PBL жобасында оқушының жобасы фильтр жасаған ғой, фильтр. Ауаны тазартатын сүзгі. Прототип деген жазылып тұр мына жерде. Біз балаларды визуалды үлгілеуге, түрлі материалдарды пайдалануға, әртүрлі сұлбаларды жасауға кетті ма сіздердің алдарыңызда шешілетін бұл. Сондықтан бұл жерде осындай прототиптерді балалар жасап шыққан болады. Балалар өздері ойланып, жаңағы ауланың құрамын тазарту жолын, эмпатия, бірінші мәселеге мұғалім кірмесе, оқушы кірмесе, ешқандай өнім шыға алмайды деп мен өзім солай түсіндім. Келесі нәтижеде қазір аспаңыз алдымен. Бізде миомедицина бар, сонда жасап жатқан балалардың дұрыс тамақтану. Бұда үлкен құндылық. Смузи сусын дайындап жатыр. Одағы жаңағы балалар өздерінің қосатын өсімдіктерді өсіріп, соны жобалап,
бірнеше идеялар алмастырып осының прототиптерін дайындап жатыр. Мына жерде жазылған лего ойыншықтары бар ғой, лего. Соны біреу мүмкін пластилинмен, ермек сазбен жасауы мүмкін, біреуі картонмен жасауы мүмкін, біреуі басқаша көрсетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде сіздің балалардың шығармашылық жұмысты осы прототиптер дегенде сіздерге түсінікті болу үшін ол мен өзім әдебиетшімін, филологпын. Ол әдебиетте деп мысалға Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты романын алатын болсаңыз, сонда Қайырғали ол өмірде болған адам. Сол образды бәрін типтік образ ретінде жинастырып, жаңағы автор соны жеткізіп отыр. Сондықтан да прототип әртүрлі сценарийлар, немесе рөл ойындар болады. Келесі. Мына жерде енді прототиптер. Біздегі жас жол инспекторлар клубы, жолда жүру нелерін, сызбаларын, макеттерін бәрін құрастырған. Мына жердегі бастауыш оқушыларының хайуанаттар жобасына таласады ғой, сол таласқандағы қойылым жасады, сақталып қойылым. Осы жерде бір бала тіпті ата-анасымен түйенің макетін жасаған ғой, көзін алдыртпай жасапты. Түйенің көзден орта көзі ғой, әдемі болды. Сонда осыған дейін алып бердім, сурет тұр. Сонымен бірге ағылшын клубтарының балаларының жаңағы сақталып қойылымдары, осы макет, осы модельдер кейін үлкен жаңалық болып енуі мүмкін. Бала егер арнайы жұмыс жасап, егер мектеп аяқтап, жоғары оқу орнына баратын болса, студент болатын болса, осы дағдылар оларға көмектеседі деп ойлаймын. Келесі көрсететін болсақ, тестілеу дегенде біз кері байланыс. Үнемі кері байланыс беруге дұрыс. Өйткені қандай да бір сіздің баланы бақылап, жұмысын бақылап, мұғалімнің де жұмысын бақылап, мынауың жарайды. Немесе жаңағы мәселені тереңдетуге қандай да бір ұсыныстарыңыз үнемі оны алға жеткіруге, процесті, прогрессті ары қарай жылжытуға көмектеседі. Енді екі тәсілі бар. Жай бақылау, ата-ананың алдында қолдаған, ата-аналарға қарап отыр. Мына бала жаңағы ПБЛ жобасында ауамен жүретін машина жасаған ғой. Соны қарап отыр. Мына жерде енді үлкен жағында бізде үздік жоба байқаулар өтті. Ол енді алдына бір мақсат қойып жасаған жұмыстар. Сол жұмыстарды осындай кері байланыс арқылы сіз аралай жетілдіре аласыз. Сонымен дизайн ойлау, ол әрбір мұғалім шебер. Ол шығармашылық қабілеттер сыныптағы мәселе шешуге бағыттай алатын дизайнер. Дизайнер болу керек. Басшы да дизайнер болу керек, мұғалім де дизайнер болу керек. Мұғалімдер енді бұл жұмысқа шығу үшін комфорт дейміз ғой, жайлы аймақтан шығу керек. Содан шыққанда ғана бұл жұмысқа қол жеткізе алады. Бәріне үйретуге, тәжірибе жасауға қателіктер жіберіп, тиісті қорытынды шығаруға дайын бастаушы бола алады. Мен жаңағы баяндаманың тақырыбын былай қойдым ғой. Дизайн ойлау өзекті ме деп. Мен тұжырымдай келе оқу процесін басқаруда басшының дизайн ойлауы өзекті деген тұжырым жасады. Сондықтан дизайн ойлау сіздің бүкіл тәжірибеңізде бар, сәл бір кішкене басы жақта, яғни қалай болып жатыр процесс, оны қалай бақылай аламын, қалай бағалай аламын, қалай қадағалай аламын десеңіз, бұл тәсілді тәжірибеңізге енгізуге болады. Рахмет сізге.